Бүгін төрткүл дүние назары Қытай астанасы Бейжің қаласында. Көптен күткен 24-ші қысқы олимпиаданың жалауы желбіреді. Тартысты додаға 90-нан астам елдің 4000-ға жуық спортшы қатысады, 15 спорт түрінен 109 медаль жиынтығы сарапқа салынады. Ал Қазақстанның ұлттық құрамасында 87 жолдама бар. Бейжің олимпиадасында Қазақстан туын тұңғыш рет 2 бірдей спортшымыз ұстап шықты. 2008 жылы Бейжің жазғы ойындарды қабылдағаны белгілі, мыңдаған қытайлықтың өнері әлі күнге дейін көптің есінде. Бұл жолда жарыс иелері әлем халқын таң қалдыра білді деп айтсақ болады. Ашылу салтанаты да дәл сол құс ұясы атанып кеткен стадионда ұйымдастырылды. 4000-дай әртіс жұмылған, қайталанбас шоу мен музыка, спорт пен өнер, көне дәстүр мен жаңа заманның әдемі үйлесімі. Ортақ болашақ үшін бірге биылғы доданың ұраны осындай. Қытайлықтар осылайша жаһандық мәселелерді, әсіресе коронавирус пандемиясымен күресте әлем халықтарын күш біріктіруге шақырып отыр. Ашылу салтанатын тамашалауға 20-дан астам мемлекеттің басшысы арнайы барған. Олардың қатарында қазақ басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев та бар. Президент қазақ спортшыларын тік тұрып қарсы алып қолдау көрсетті. Қазақстан! Екатерина Айдова сақ патшасы Томиристің бейнесінде, ал Абзал Әжіғалиев болса қазақ батырының кейпінде. Көк байрағымызды шорт-трекші Абзал Әжіғалиев пен конькиші Екатерина Айдова ұстап шықты. Олардың оюымен көмкерілген ұлттық стилдегі киімі көптің назарын аудартты. Жалпы мамандар Қазақстан құрамасының формасын ең әдемі әрі үздіктердің бірі деп бағасын берген. Ақ ойындардың алауы жағылды. Енді 20-ші ақпанға дейін ақ қар мен көк мұзда спортшылар жарыстың көрігін қыздырады. Қазақ жанкүйерлері 8 спорт бойынша сайысқа қатысатын 34 спортшымызға үлкен сенім артып, тұғыр биігінен көруге үмітті. Шерхан Жамбылұлы, Бауыржан Бірлібаев, Қазақстан ұлттық арнасы.